Қазақша аударылмай қалды деп айтпайды. Рекке шығуы хейтерлардың несі. Ел не дейді, жұрт не дейді, туған туысқандар оған қалай қарайды, иә? Ондай мәселе жоқ енді бізде. Қиын. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Сіздер біздің Қазақтелеком компаниясының алғашқы подкастын тыңдап отырсыздар. Есімім Әсел, мен Қазақтелеком компаниясында корпоративтік университетте бизнес-тренер лауазымында жұмыс атқарамын. Біздің осы подкастымыз алғашқы болып отыр. Біріншіден, бұл жобаны біз енді бастап отырмыз. Келешекте қазақ тілінде және орыс тілдерінде өткіземіз. Біздің подкасттарымыз біздің қызметкерлер туралы, олардың өмірлік тәжірибелері, кәсіби жолдары, жеке және жұмыс бабы бойынша сондай әртүрлі қызықты оқиғалар туралы әңгімелесетін боламыз. Бүгін біздің қонақтарымыз, олар Қазақтелеком компаниясының қызметкерлері әрі блогерлер, Бақтияр, өздеріңіз білетініңіздей Бақы Wi-Fi, және де Аблайхан. Қош келдіңіздер. Сәлеметсіздер ме? Ал енді сіздерге сұрақ қояйын дегем, ең бастысы осы Қазақтелеком компаниясына қалай келдіңіздер, және де осы блог жүргізу туралы қандай бірінші ойларыңыз болды, сол туралы қысқаша айтып кетсеңіздер. Есімім Бақтияр. Жалпы осы салада мен 13 жылдан бері жұмыс істеп жүрмін. Бастапқы кезде алғашқы жұмысым ол электромонтерден бастап едім. Жалпы кішкентайымнан мен қолмен жұмыс істеуді, құрастыруды ұнататынмын. Жаңағыдай велосипед жөндеу, магнитофонды ашып көру, осының бәрі маған қызық болатын. Және ағамның осы радиотехникаға қызығушылығы маған қатты әсер етті. Және осы сәттен бастап мен телекоммуникация саласына бет бұрдым деген осындай бір айтарым бар. Қай салада жұмыс атқарасыз қазір компанияда? Дәл қазір мен служба управления клиентскими путями осы орынға шамамен 1 айдай болды келгеніме. Осы қызметте. Сіз сонда 1 ай осындасыз, иә? Жаңадан келіп, енді Алматыда болдыңыз, одан кейін Астанаға көштіңіз, иә? Қазір сізде сондай адаптация, иә? Жаңадан, жаңа жер, жаңа жұмыс, иә? Жұмысыңыз да өзгеріп. Иә, дұрыс айтасыз. Менде қазір осы жаңа бағыт болғандықтан кейін және жаңа қала, осы кішкене өзгерістер болып жатыр. Баяғыда мен неде жүрдім, поледа. Ал қазір кеңселік жұмыс болғандықтан кішкене адаптациялық период болып жатыр. Осындай сәттер болып жатыр қазір. Рахмет, Бақтияр, рахмет. Ал Аблайхан, сіз қалай Қазақтелеком компаниясына келдіңіз? Қандай салада жұмыс атқарасыз? Сол туралы айта кетсеңіз. Мен 2014-те Астана қаласына келдім негізі. Астана қаласына бәріміз арман қуалап келдік. Бір үлкен белестерге жетеміз деп ойладық. Әркім өзінің қойған мақсаттары бар, жетем деген жетістіктері бар дегендей. Бірақ бір жаққа келгенде менде әкем, болмаса анам Қазақтелеком компаниясында істемеген, негізі басқа салада істейді ол кісілер. 2014-те мұнда келген кезде әкем айтатын, иә, сен ол кезінде негізі оқуға түсетін кезде связьді оқымайсың, мен артымнан барасың. Бізде қазақтарда сондай ғой, сен әкең мілса болса, сен де мілса боласың. Сен әкең теміржолшы болса, сен де теміржолшы боласың. Менде андай шамалы қырсық мінез бар да, иә, оны жасай алмайсың. Мен өзімнің дегенім істеймін, енді өзім деген барлығы кесіп тастап, өзім емес, мен сол связьға түскім келді кішкентай кезден. Связьға түстім Алматы қаласында, бұрынғы КЗТК Тынышбаев атындағы сол радиотехника, электроника, телекоммуникация мамандығын оқыдым. Бірақ әкем бәрібір қоймайды, 4-ші курста уже. Мен айтамын, папа, мен жас қала, Астана, енді салынып жатыр, 2014 барам, Астанаға барам, жұмыс істеймін деп, жақсы дейді, онда сенде 2 апта Астанаға барып, мамандығымен жұмысқа тұрсаң, қаласың дейді. Сонымен не істеймін? 50 резюме шығарып аламын, жүгіріп жүрмін жан-жаққа. Технодом, Сулпак шақыратындар ол кезде. Ал үлкен компаниялар шақырмайды, айтады, сенде тәжірибе жоқ қой, біз сені қалай аламыз? Мен кеше ғана университетті бітірсем, мен тәжірибені қайдам ал? Сондай шамалы ыңғайсыз нелер болды. Сөйтіп Қазақтелеком компаниясына келіп резюме тапсырдым. Енді кіммен собеседование өткенімді айтпай ақ қояйын. Сол жерде қызық болды.
в общем бір 30 минуттай әңгіме айттық ол кісімен, үлкен лауазымда отырған кісі ғой. Сөйтіп айтты, иә абылай кел, маған осындай оңтүстіктің жігіттері керек, тірі жігіттер керек деді. Сосын мен айттым, иә мен қай жақта оқыдым, жоғары оқу орнын бітіргенмін, Алматыда бітіргенмін деп айтып отырмын. Сосын айтады, абылай жақсы, керемет, маған керек ондай жігіттер, келістік, егер сен жоғары оқу орнын бітірсең, сен инженер болып жұмысқа аламыз дейді ғой. А мен жоқ, мен басынан бастаймын деймін ғой. Сонымен монтер қылып мен жұмысқа алдым, сәлеметсіз бе. Сонымен бастадым, 7 жыл линияда істедім. Жаңа Бақтияр айтып өткендей, монтер 4-ші разряд 5-6, механик 1-2, инженер, ведущий. Содан кейін 7 жылдан кейін неге келдім, ДРБ-ға. Ол жақта службада істедік. Қазір енді осы 1 ай болып коммерческий блокқа ауысып кеттім. Қазір біз Қазақтелеком компаниясының тарифный план сілтемелерін орталық өңір бойынша сатамыз. Керемет. Сонда сіз ең бастапқы сатылардан бастадыңыз. Иә, мен линия қалай жүретінін, қай жерде қалай қосылатынын, қандай абонентке не сатып жатқанымды білем. Өйткені Қазақтелеком егер 500 мегабит интернет берсе, ол 500 мегабит 100% істейді. Өйткені ол жерде жеке абонентті каждый жеке қарау керек. Ол жерде модем болуы мүмкін, ол жерде коннектор болуы мүмкін, немесе абоненттің телефоны ескі болуы мүмкін, телевизор ескі болуы мүмкін. Иә, айта берсек, біз азанға дейін отыра береміз. Иә, рахмет сізге, Абылайхан, өте қызық. Ал енді сіздердің кішкене өткенге бет бұрсақ, ең бірінші сіздің алғашқы күндеріңіз осы жұмысқа орналастырдыңыз, Қазақтелеком компаниясына келдіңіз. Ең алғашқы соны күніңіз есіңізде ме? Сол сәтті кішкене былай артқа уақытты шегіндіріп айтсаңыз. Иә, әрине есімде. Ол кезде жаңа орта, жаңа адамдар, бұл жақта енді қуаныш пен қобалжу бірге жүрді. Өйткені үлкен не ғой, жауапкершілік. Өйткені әрбір заявка, әрбір жұмыс атқарылу керек жаңағыдай. Иә, есімде, сол бірінші күннен бастап неге барғанбыз? Станцияда бір бізде техника безопасности начальник бар ғой, сол кісіден өттік процедураның бәрін. Және де бірінші күннен бастап бізде линия шығатын инженердің қатарына қосты. Сол кезден бастап мен солардың тәжірибесіне қарай, соны үйреніп, жұмысқа кірісіп кеттім. Әрине ол есімде, сол ыстық не дейді? Сезімдер, алғашқы күнде. Сол еске аламын. Ең бірінші біз өзімді компанияға, Қазақтелеком компаниясына кіргенде, сондай ең алғашқы бір күндер, сол адаптация дейді ғой, жаңа адамдар, жаңа жұмыс орны, жаңа документтер, барлық енді жаңадан, сол бір қызық сезімдер, сондай жақсы. Ол сезімдер менің ойымша ол қалады, адаммен бірге көп уақытқа дейін. Рахмет, Бақтияр. Ал сіз, Абылайхан, қандай ең бірінші күніңізді айтсаңыз? Ең бірінші күнім есімде. Біз енді жаңадан келгеннен кейін жаңа тәжірибе жоқ. Бірінші курста университетке келесің ғой, бірден көрініп тұрады ғой, перваштар, балмұздақтар сияқты. Жағына қарап жүреді. Сол сияқты мен де жүрдім. Есімде, сол бірінші күн немесе сол бірінші апта, екінші аптаның аралығында маған заявка берді, абылай сен болды, сен үйреттік сені деп. Жаңа Бақтияр айтқандай бізді жетекшімен бірінші жібереді ғой, көрсетеді, линияны көтереді, көрсетеді. Линияда учаскеңде өзіңнің каждый столбпен таныстырады, барып амандасасың бәрімен. Сонымен бірінші күні кетіп бара жатқан кезде есімде сумка анау жоқ болды ма, әлде мен ұмытып кеттім ба? Айген пакет бар еді ғой, Айген. Білесіз ба? Соған ішіне монтерский трубка бәрін салып алғанмын. Енді кетіп бара жатырмын, сөйтіп мәз болып, сөйтсем дос баланы суретке түсіріп алғанмын ғой, сол үйде болса бір күн көрсетемін. Айген пакетпен мәзсің. Сол абонент, бірінші жұмыс күндері солай өткен. Негізі қызық, жаңа Бақтияр айтатындай өмірді, линия бізді кәдімгідей тәрбиеледі десек болады, шынайлатады десек те болады. Өйткені ойлаңызшы, сіз күніне 15-25 абонентке кіресіз, ол кісілер өздерінің үйінде отыр да. Біреуі жақсы қарсы алады, біреуі ұрсып береді,
әртүрлі иә адамдар әртүрлі адам. Сен әр абонентке барған кезде сенде әртүрлі эмоция. И ты должен уметь переключаться. иә ол өте қиын нәрсе. Иә, сол себепті линияда жүрген адамдар, Қазақтелекомда абоненттермен бетпе бет жұмыс істейтін адамдардың барлығы психолог болады деп ойлаймын. Иә дұрыс айтасыз. Өйткені өзім де сервиста жұмыс атқарған Қазақтелеком компанияның алдында. Сонда әртүрлі рас адамдар келеді, әртүрлі мінезбен, біреулері өте жақсы қарсы алады, біреулері онша емес, иә. Бірақ ол бізді шынықтырады. Оны да түсінуге болады, енді қаншама ақша төлеп жатыр деп айтады. Төлеп жатқаннан кейін услугаларын алғысы келеді. Бірақ мен жеке өзім қай абонентке кірсем де шыққан кезде абоненттер күліп шығарып салатын тұғын. Ол сіздің енді еңбегіңіз, иә. Өйткені адамды өзіңізге қарату барлығы, иә, клиенттерді, ол да сіздің енді заслуга дейді ғой, сіздің енді жұмысыңыз. Рахмет. Ал енді тағы да бір сұрақ қойғым келіп отыр сіздерге. Қойыңызшы. Сіздер Қазақтелеком компаниясының қызметкерлерісіздер, иә, енді. Бірақ сонымен қатар сіздер блогерлерсіздер, иә. Қазіргі уақытта блогерлер көп, бірақ әр адам блогер бола алмайды. Өйткені өзім де баяғыда ойлайтын, мүмкін блог ашсам ба деп, иә. Бірақ адамдар кішкене енді блогтар болады. Әртүрлі енді ел не дейді, жұрт не дейді, туған туысқандар оған қалай қарайды, иә. Осының барлығы. Сосын біздің әріптестеріміз қалай қарайды, иә. Жұмыс істеп жүрміз, одан кейін блогымызды жүргіземіз. Сол туралы айтсаңыз, Бахтияр, Баха Wi-Fi деп, иә, сіз өзіңіздің блогыңызды Баха Wi-Fi деп қойдыңыз. Неге сіз Баха Wi-Fi деп қойдыңыз? Одан кейін қандай түрткі болды? Неге мен осы блогымда ашам? Не туралы айтам? Басты мақсатыңыз туралы айтсаңыз. Иә, өте қызықты сұрақ. Бұл енді мен өзімнің күнделікті жұмысымды бір ғана адам ғана емес, бірнеше адам ғана емес, көпшілікке пайдам тисін деген ниетпен осы блогты бастадым деп айтуға болады. Енді өзімді блогер деп есептемеймін, өйткені енді мүмкін шет жаққа солай көретін шығар. Жалпы бұның басталу себебі сол, өзім білгенімді, және Қазақтелекомның ішкі жұмыстарын жалпы жұртқа, адамдарға түсінікті тілмен жеткізу мақсат болды да менде. Сол мақсатта мен осы блогты бастадым. Жалпы моделіміз қалай жұмыс істейді, иә, қандай әдістемеліктер жасасақ, қызметтеріміз жақсарады деген жолдарды видеоға түсіре бастадым. Негізі Баха жаңа 20 мың адам істейді Қазақтелекомда. Сол 20 мың адамның енді бір 6 мыңы, бір 5 мыңы линияда жүретін шығар, 4 мың, иә. Сол 4 мыңның ішінен Баха сен бірінші болып түсірдің. Сен осы түсіріп жүрген блогың линияда жүрген Қазақтелеком компаниясында істейтін балдардың соның ішінде менің де ойымда болған. Бірақ менімен сенің айырмашылығың, сен бастап түсірдің да, біз бастап түсірген жоқпыз. Сол үшін негізі сол үшін ғана мен ойлаймын, жаңағы сыйлап былай қарайды. Өйткені егер басқа сенің танысың немесе құрбың, жолдасың өзің істей алмай, соған шабытың жетпей жүргенде басқа біреу істесе, сүйсіне қарайсың ғой. Мен де солай істей аламын. Иә, ол да батылдық қой енді. Бұл жерде айта кететін зат бар. Қараңыздар, әрбір затты бастамас бұрын әрине білім керек. Бұл жерде қараңыздар, блогерлар не істейді? Видеоға түсіреді. Оны жақта монтаждайды, айтады, оның бәрі біліміңіз болмаса қиын. Менің алғашқы білім алу ол не болды? Видео қалай түсіру керек, қалай монтаждау керек деген сабақ сатып алғам. Осыдан басталды. Сұрақта қалай түсіру керек, қалай монтаждау керек, және де өзінде жаңа түсірген кезде қалай істеу керек. Осы процесстерде мен сол жаңа айтып өттіңіз ғой, жұрт не дейді, кім не дейді дегендей, соның бәрі осы сабақта мен өте бастадым. Дайындық болды. Сол сабақтың арқасында әрине мен осы қазіргі жағдайым осыған келіп отыр ғой. Сол сабақтың арқасында үйренген сабақтарыңыз, алған білімдеріңіз осы қазіргі уақытқа келіп отырсыз.
Керемет. айтайын дегенім, қай жерде жүрсеңіз де білім алу керек екен. Білім әрине сізді алға жетелейді. Баха молодец. Иә, бірақ ол да батылдық қой енді, блогты жүргізіп, блогты ашып, бүкіл әлемдік барлығы көріп отырады. Кейбіреулеріне ұнайды, кейбір адамдарға ұнамайды, кейбіреулері енді әртүрлі нәрселер болады. Бірақ соған бәріне қарамастан өзіңіздің блогыңызды ашып, біздің компанияның енді сіздер модем туралы айттыңыз, иә? Жалпы қызметтерді Жалпы жақсарту. қызмет, соның барлығын енді адамдарға паш ету, ол да батылдық қой. Ол керемет. Рахмет сізге. Енді блогыңызда қанша қазір адам бар блогтарыңызда? Блогымда шамасы менде 12 мыңдай адам бар. Бірақ бір еске алатын нем бар. Басында қалай видеоны түсірдім. Бірінші видеоларымды мен 1-2 күн түсіретінмін. Оны дұрыс айтылды ма, дұрыс жеткізілді ма, оны монтаждау керек. Шыны керек, басында осы видеоны түсіру маған көп уақыт алатын. Өйткені ішінде детальдар бар, қалай дұрыс айтылды ма, дұрыс түсірілді ма, және ішкі сезім бар, ол менің дауысым бар. Соның бәрі уақыт өте келе не дейді, оңай түседі екен. Тәжірибемен келеді, иә, ол. Абылайхан, сіз де блогерсіз? Блогермін деп айта алмаймын. Бірақ түсірілімдер жүргіземін. Бірақ баха бізде жаңағыдай модем, біздің өзіміздің жеке тура жұмыстағы істеп жүрген жұмысымызды жаңағы айтып өткендей баха түсірді. Оның бәрін халыққа паш етті. Менде қашан осыдан бір 4 жыл бұрын деп айтайыншы, 4 жыл мүмкін 5 жыл бұрын видео түсіру керек болды. Говорящий голова дейді ғой қазір. Сол кезде 4-5 жыл бұрын ойлаңызшы, ол видео түсіру деген жат қылық. Оған қазір келеміз. Сөйтіп түсіру керек болды, түсірдім. Бір 35 машинада отырып 35 видео түсіремін ғой. Бірақ маған ұнамайды. Сосын мен зерттей бастадым, неге маған ұнамайды? Жақсы шығып тұрған дүние. Сөйтсем, ол менде екен мәселе. Ішкі дүние екен, бұрын соңды видео түсірмегенмін. Сөйтіп үйге барам, әйеліме көрсетсем, бәрі жақсы ғой, неге дейді. Одан кейін барып жақсы дедім. Онда бүйтеміз. 21 күн бойы мен неге шығып жүрдім? Видео түсіріп жүрдім. Салып жүре бересің. Сен ұйқың қанбады ма, настроение, көңіл күйің жоқ па? Күнделікті 21 күн бойы сіз видео саласыз, күнде 5 видеодан. Сонымен сәлеметсіздер басталды. Сөйтіп ұйқың қанбай қалған, басың ауырып тұр, мұрның қисық, көзің ісіп кеткен, оған еш нәрсеге қарамайсың. Өйткені сен өзіңе уәде бердің, иә? Мен 21 күн бойы түсіремін деген. 21 күн бойы істелінген дүние, ол өмір бақиға сақталып қалады негізі. Біз адамдарымыз любой нәрсеге адаптацияны сөйтіп миымыз соған үйрену керек. Сөйтіп содан бастап сәлеметсіз басталды. Видео түсіріп бастаған кезде дос балдарым, 10 жыл сөйлеспеген көршім, бұл не істеп жатсың, 30-ға келіп алып жүрейін дедім деген сияқты әңгіме айтады. Иә, сөйтіп мен мақсат көп болған, мен түсіруім керек. Ештеңеге қарамай. Кейбіреулер айтады, жақсы дейді, былай түсіріп жүрсейші, бұл нәрседе бүйтіп істесейші, хотя бы шашын тарасайшы деп ше. Менде мақсат үйрену. Сөйтіп 21 күн бойы түсіргеннен кейін менде қазір мысалға Reels видео түсіру бір 5-10 минут қана уақыт болады. Жаңа көрдіңіз ғой келген кезде. Мен уже постқа салып жібердім. Ол уақытымен келеді деген дүние сияқты. Екінші мәселе, бізде заман талабына сай деген нәрсе бар ғой. Заман талабына сай біз қозғалуымыз керек, өмір сүруіміз керек, соған бейімделуіміз керек та. Осыдан 10 жыл бұрын, егер қателеспесем, Юфрейм деген болды ғой бізде. Қазір Арман Юсупов, сол кісілер бірінші видео түсірген кезде білесіздер ма, олар не істеп жүр. Одан кейінгі блогерлер бірінші бізде отрицание, қабылдамаушылық болады. Жаңа нәрсе өткен. Сол сияқты адамдарда бәрінде болады. Сіз одан өзіңіз өту керексіз, басқа ешкім сіз үшін өтіп бермейді. Содан кейін бар жеңілденіп кетеді да, автомат етіп все делает. Тәжірибемен келеді. Бақтияр айтқандай, басында көп уақыт өтетін, видеоны түсіру үшін. Қазіргі уақытта аз уақыт кетеді, сол сіздің ең бірінші тәжірибеңіз бастағанда, блогты
және қазіргі уақытта қандай айырмашылықтар бар? Жалпы видео түсіру ол жұмыста біраз уақыт алады, оған Мгм. уақыт бөлек табу керек. Иә. Негізі енді жұмысымыз бірінші орында ғой, ал блог ол екінші орында. Мгм. Әрине ол видеоны мен өзім бос уақытымда жаңағыдай жұмыстан кейін демалыс күндері түсіруге демалыс күндері түсіремін. Жалпы иә, басында мен өз ойымнан түсіретінмін, Мгм. жаңағыдай қалай болады солай. Ал қазір енді жүйелік бар. Енді бізде қазір парақшада оқырмандарымыз бар, сол оқырмандардың тақырыптарына сай уже түсіреміз. Мгм. Сұрақтар қояды, сол сұрақтарға иә кішкене Кейде сол кейде сұрақтардың атауы менің жаңағы алдағы уақыттағы видеоның тақырыбы да болып кетеді. иә енді біз жаңа нәрсеге үйренгенде басында енді бізге қиын болады иә, одан кейін уақыт өте келе біз оны сіз айтқаныңыздай 21 күн немесе одан да көп уақыт иә өте келе біз оны істей берсек күнделікті өмірімізде ол бізге енді көп нәрсе әкеледі иә жаңалықтар. Сосын бізге енді басында көп уақыт алса қазір аз уақыт алады иә, сол барлығы енді бізге байланысты иә, қалай біз өзімізді дамыту деп айтып жатырсыз. Қазіргі уақытта енді заман басқа болып бара жатыр иә, өте көп енді технологиялар алға басып жатыр, соларға бәріне біз енді біз де бірге бейімделу керекпіз, даму керекпіз иә, сондықтан ол енді өмір заңы, ол жақсы. Ал сіз басында айттыңыз, көп уақыт өтті, қазір енді аз уақыт иә, енді күнделікті қанша уақыт? Мен негізі ойымда жүреді да, мысалы шабыт келеді кейбір кезде, сосын мен өзіме жазып аламын. Өйткені оны ойлап жүретін басқа да мәселелер бар, ол әйелім бар, бастығым бар деген сияқты. Мен ұмытып қалмас үшін мен тез жазып аламын да, и сосын видео түсіретін кезде қайтып бір рет тыңдай саламын, аудиосообщениемді WhatsApp'та өзіме жазып қоямын да, Сіз өзіңізге жібересіз, иә, одан кейін иә, сосын тыңдаймын да, сосын бірден все, мен түсіре саламын сосын бірден. Иә, сөйтіп сақтап қойып келмесең, ұмытып кетесіз. иә, ұмытып кеткенде басқа да мәселелер бар ғой, бізде жұмыстасың азынан 9-дан кешке 6-ға дейін, одан бөлек тағы да жұмыстар бар деген сияқты. Одан кейін ол есіңе түспейді. Сол үшін жазып қойған дұрыс. Жазып қою дегенде мен өзім бұрыннан кішкентай кезден демей ақ қояйын, бір 23-25 жасынан өзім жазамын. Мақсаттарымды жазамын. Мақсат жазған кезде сіз машинально сіз оған барасыз. Сізде басқа не жоқ, вариант жоқ дейді ғой. Сіз жаздыңыз ба, өзіңізге обещание бердіңіз ба, сіз оны орындауыңыз керек. Мүмкін сол себептен жаңа осындай дүниелерге келіп жатқанымыз. Сол сияқты кешеде диджитал бридж өтіп жатыр, мысалы, и искусственный интеллектке өтіп жатырмыз иә қазір. Ол да қазір жаңа, бәрі айтады, ол біз сонда искусственный интеллектке қазір көшсек, біз жұмыссыз қаламыз ба деген сияқты. Жоқ, бейімделу керек, жұмыссыз қалмайсыздар. Жұмыссыз қалмау үшін бейімделу керек деп ойлаймын енді өзім. Қазір компаниялар, мысалы, компаниялар емес, қазір адамдар, халық, потребители дейді ғой, компанияға сенім артқаннан компанияның артынан сөйлейтін бір адамға сенім артқанды жақсы көрді. Мысалы, компания ол былай келгенде ауада воздух болып тұрады ғой, бір адамға жеке бара алмайсың. Сен маған айтып едің ғой деген сияқты. Бұл жерде мысалы Баха или немесе мен или басқа тағы да жігіттер Қазақтелеком компаниясының атынан мен сізге 100% интернет беремін десе, ол кезде айтатын Баха немесе маған Абылай, сен айттың ғой бүйтіп беремін деп. Спрос кімнен алатын бар да. Сол үшін мысалға қазір брендтердің барлығы жеке амбассадор болып кетіп жатыр. Соған бейімделгім келді ма 2-3 жыл бұрын, негізі ол да ондай да мақсат болды негізі. Пока біз өзіміз мысалға компанияға келген кезде, бұл менің компаниям деп басталады ғой. Үйде отырған кезде ол сіздің үйіңіз ғой, сіздің балаңыз, сіздің әйеліңіз, күйеуіңіз менің әйелім деген сияқты ғой енді. Сол сияқты компанияға келген кезде ол менің деп айтқан кезде ол сіздікі ғана болып қалмайды, өзі ішкі восприятие. Менікі деген кезде сіз уже айтасыз, резетканы өшіріп кетейікші шығып бара жатқан кезде. Дұрыс па? Сол сияқты мәселемен егер бәріміз сөйтіп сондай ойлайтын болсақ, біздің компания мировой компания болып кететін сияқты. Ал енді тағы да бірнеше сұрақ қойғым келіп отыр. Болашақта қандай мақсаттарыңыз бар? Осы біздің компанияда, Қазақтелеком компаниясында қандай мақсаттарыңыз бар? Блог жүргізуде қандай мақсаттарыңыз бар? Сол туралы айта кетсеңіздер.
блог жүргізу дегенде мен жаңа айтып кеткендей 11 жыл Қазақтелеком компаниясында технический блогта істедім. Жаңағы ішкі құрылысын, компания қандай пакеттер, қандай тарифный пландар, қандай оборудование, оптический терминалдар қойылып жатыр, қай жерде Wi-Fi-ды қою керек, қандай Wi-Fi-лар беріледі деген сияқты, қандай Wi-Fi беріледі, 2, 4, 5 Гц, ол қандай Wi-Fi, соның бәрін біле тұрып, мен енді бір ай болды коммерческий блогқа ауысып кеттім. Енді келесіде мен Қазақтелеком компаниясы қандай тарифный план сілтемелерін сатып жатқанын, қандай тарифный план қосуға болатынын, егер сізде мүмкін үйде 4 адам болса, сіз және 2 балаңыз и жолдасыңыз, сізге мен берекет тарифный план беретін едім. Квадро. Иә, 4 сим-карта, 250 минут на любые другие операторы. Екі ТВ береді сізге, еще 500 мегабит в секунду интернет. Сіз сериал көресіз, күйеуіңіз футбол көресіз. 170. Иә, балаңыз КС или дота ойнайды. Күшті емес па? Сол сияқты мен осы жағымен жүргім келіп жатыр. Көрсеткім келеді, компания беріп жатыр күшті тарифный пландар. И ертең мысалы үйде отырып 160-ға звондап емес, мысалы үйде отырып интернет қосатын кезде, ана Абылай бар еді ғой, соған жазайыншы деп ше. Керемет емес па? Иә, әрине, керемет, иә. Ал сіз, Бақтияр? Жалпы мақсатым алда қойған осы жұмысты да блогты да екеуін тең ұстау. Одан кейін жалпы осы жастарға жаңа осы бағыт көрсету. Және үшіншісі, соңғы компаниямыздағы жалпы Қазақстандағы соңғы технологияларды меңгеріп, солармен бірге жұмыс істеу. Осындай бағытта жұмыс істеу. Ал енді жас мамандарға қандай кеңес бересіздер? Және де блогты жүргізем деген болашақ мамандарға қандай кеңес бересіздер? Осы екі сұраққа жауап берсеңіздер. Жас мамандар деген ол өте өзекті и ауыр мәселе бізге. Өйткені жас мамандарды қазір зумир ғой енді ол кісілер. Шамалы бір жерде біздің жолдарымыз келіспей қалады, түсінбейсің. Мен 36 мың теңге жұмыс істедім ғой, қақмаса жетпейді. Менде ондай ой. Сосын қазір кеше жақында тренинг болып, мен сол тренингте айтады да, сен өзіңді орынмен ауыстырып көр дейді, сол жаққа қой өзіңді, и сол жақтан қара өзіңе, сен қалай айтып тұрсың деген. И содан кейін барып мен ойлаймын да, қазір оларда бәрі бар. Шүкір ғой, енді қазір біздің заман, Қазақстан вообще в целом керемет заманда өмір сүріп жатырмыз. Енді олардың ойлары басқа, жоқты көрмеді деп айтпаймыз ғой. Енді оларда мен білмеймін, қиын, маған олармен сөйлесу ше. Түсіну қиын. Иә, маған өте қиын. Сонымен бірақ айтам, оларға үнемі айтамын да, жазыңдар. Қазір жазыңдар. 20-22 жастарында қазір жазсаңдар, мақсаттарыңды жету тез. Иә, қазіргі жастарға айтар кеңесім, жаңағыда айтқандай, ол білім алуды тоқтатпау керек, барынша спортпен шұғылдану керек, еріншекті азайту керек, жаңағыдай алға баратын жолдарды іздену керек, жаңағыдай мақсат қою керек, соған жүгіру керек. Сол кезде әрине үлкен бір жетістікке жетуге болады. Ал жалпы видеоблогты қалай жүргізу, қалай бастау керек кеңесім, әрине ол жаққа білім керек. Білімді жаңағыдай видео курстар бар, сол видео курстарды алып кішкене оқу керек. Блогты бастамас бұрын не істеу керек, жаңағыдай өзіңе жұмыс істеу керексің, жаңағыдай монтажды, жаңағыдай сол монтажға кіретін заттарды меңгеру керек. Сол видеоблогтың негізі адамға деген пайдасы көпшілікке ол көп. Өйткені сіз істеп жатқан жұмысыңызды басқа біреуге паш ету үшін мүмкіндік та ол. Сіздің жұмысыңызды көре. Паш ету үшін сен 2 есе жұмыс істейсің. Иә, әрине ол еріншекті жоғалту деген сол ғой, жаңа айтып отқан. Ерінбеу керек. Талпынсаңыз, әрине сізде мақсат болады, мақсатқа жету үшін сол жолдар сіздерге уже оңай келе бастайды. Өзімде тәжірибе осылай болып отыр енді. Сол айтар кеңесім, барынша өз жұмысыңызды видеоға түсіріп, көпшілікке пайдалы болыңыздар, дамиық осылай, және де жастарымыз тек қана алға бағытталсын. Рахмет, өте керемет. Әрине біз компаниямызды дамыту керекпіз, көптеген қызмет
атқарамыз, иә. Көп енді бізде абоненттеріміз де бар, иә. Солар барлығы енді дұрыс, жақсы, жоғары сапалы, иә, өнімдерді көрсетсек, иә, олар әрине біздің компаниямызды дамытады, иә, алға жетелейді. алға жетелейді, иә. Сіздерге көп рахмет айтқым келеді, осы уақыттарыңызды бөліп, иә, бізге келгендеріңізге. Сіздерге тілейтінім, жұмыстарыңыз табысты болсын, жемісті болсын, блогтарыңыз ұлғая берсін, иә. Көптеген, енді бірнеше миллион адам болсын, иә. Өйткені сіздер өйткені енді блогтарыңызда енді осы біздің компаниямыздың енді қызметтері туралы айтып жатсыздар. Сол барлығы енді істеген жұмыстарыңыз табысты, жемісті болсын деп айтқым келеді. Ал енді біздің оқырмандарымызға тілейтінім жақсылық. Біздің келешекте бірнеше подкастымыз болады, қазақ және орыс тілдерінде. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет. Сау болыңыздар. У тебя такая шумная одежда. Да. Неохота было встать. Че, этот, послушаем его нормально? Или Нормально? сіз ше қазақшаңыз ше? Күшті екен, как будто сіз қазақ тіліне жауап беретін жоқ. Мен қазақ. Иә, сіз деген ше? Жоқ, шынымен жақсы сөйлеп тұрсыз деген. My first podcast. Я создан для подкаста десеңші.